Көрейік, я қалай шықты екен, дайынсыздар ғой? Нұрсұлтанды студиямызға шақырайық, келе ғой. Көңілділіктеріңізді неге эфирге кіріп бара жатқан кезде сыртта тастап кетесіздер? Вот сондай сұрақ қою керек сияқты. Бақдәулет, көрсетші өзіңнің расымен де жақсы бала екеніңді болашақта. Ассалаумағалейкум Нұрсұлтан. Қалыңыз? Алейкумассалам. 8-ші марттарыңмен қыздар, әйел қауымы. Алдыңмен артыңмен дейсің. Қалай новый шашқа үйренісіп жатсың ба? Үйрене самай жатырмын. Айнаға қараймын да өз-өзім танымай жатырмын. Өкінбейсің ба? Қашын алдырып тұрғанына? Любой позада, любой стильде жарасады. Кішкене болсын, кек қалып қалған жоқ па? Өкпер емес. Жоқ, қалған жоқ. Бақытты болсын. Әйел ғой, эмоциямен жасаған жатыр. Енді осы шашпен жүресің ба екенсің? Әлде тағы өсіретін ой бар ма? Жоқ, осымен жүремін. Өсірушім 1 жыл кетіп. Бақдәулет кешегі ақерке салған постты көрдің ба? Көрдім бауырым, көрдім. Өте қорқынышты, өте әсерлі екен деп. Тым әсер еткен жоқ ғой. Неге? Енді біз кесетін жерді Қандай кек алады деп ойлайсың? Білмеймін ғой, мен Нұрсұлтанның мен соны шашынан ойландым. айырды, сенде шаш дейтін шаш онша жоқ. Шашта жоқ кесетін. Кесетін жерді кестік, қысқартатын жерді қысқарттық. Енді қалай кек алатынын білмеймін енді. Болашақта денсаулығыма бірдеңке болса, өздеріңізге сенемін.